Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің ашық сағат алаңында 2023 жылы еліміздегі автомобиль жолдары саласында жоспарланған жұмыстар мен іс-шаралар талқыланды. Бейне байланыс режимінде ұйымдастырылған жиынға ведомство өкілдері мен Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы және жол активтерінің ұлттық сапа орталығының басшылары қатысты. Бүгін сіздермен осы жылдың аяқтап келесі жылға жоспарды пысықтауға жинап отырмыз. Бұл бүгінгі бағдарламаның басты мақсаты келесі жылы қай жобаларды орташа жөндеу жұмыстары шеңберінде қандай объектілерді істейміз туралы пысықтауға. Ол үшін біз сапа орталығына тиісті тапсырма бергенбіз. Жолдардың техникалық жай-күйін тексеріп шығу туралы, қай учаскелерді жөндеуді талап етеді. Сол мәселе бойынша бірінші кезекте қазір сөз кезегін Арман Мерекевичке береміз. Арман Мерекевич, сонымен бастасаңыз болады. Қандай учаскелер, қанша километрді диагностика жасадыңыздар, қай учаскелерді бірінші кезекте салуымыз керек деген сияқты. Оған байланысты Қазавтожол қазір өз ұсыныстарын айтып, одан кейінгі келесі мәселелерді талқылайтын боламыз. Мемлекет басшысының 2025 жылға дейінгі жергілікті жолдардың кемінде 95%-ын жақсарту жөнінде тапсырмасын орындау шеңберінде министрлік тарапынан нақты іс-шаралар жүзеге асырылуда. 2023 жылы республикалық бюджет қаржысы есебінен жолдарды орташа жөндеу жобаларына 64 миллиард теңге қарастырылып отыр. Бұл қаражат 1,5 мың шақырым республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын қалпына келтіруге бағытталмақ.